Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге Махаббат ертегісі түрік сериалының 8-ші бөлімін қысқаша баяндап бермекшімін. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл сериалда негізінде Жанфиза өзінің әкесінің больницаға түскенін және онда өткен апасының, яғни әжесінің айтқанын есіне түсіп, яғни бұрын әкесі мойнында қан бар екен, яғни бұрын адамды өлтіргенін есіне алып жатады. Жанфиза өткенді есіне түсіріп, әжесінің өзіне айтқандарын есіне түсіріп, өте ұзақ ойланады. Және осы уақытта әжесі де больницаға келіп жатады. Ол сол әкесінің өлтірген баласы өзінен қайттан кек алу үшін келгенін еске алатын болады. Жанфиза қазіргі жағдайдың шиеленісіп кеткені туралы және ол кезде қылмыстан жасаған өзінің туған ағасы Сабаш екенін және оған ұрса бастайды. Ол кезде Сабаш, мен әлі кішкентай едім, бірақ саған ешқандай зиян тимейтін болады деп көндіре бастайды. Жанфиза ол ағасының, яғни Сабаштың айтқанына онша сене қоймайды, бірақ ол барлық жағдайды қалпына келтіремін, мен ол орнына қоямын барлығын дегенге сенбейді. Ал Махирдің шешесі жүрегі ауырып больницада жатады осы уақытта. Ол шешесіне барлық жағдайын қасына келіп, мен не істеймін, мен не істедім деп ойланып отырады. Сол уақытта, қазір уақытта әкем болғанда ғой, мен бұндай жағдайға түспес едім деп өзінен өзі мұңға батып отырады. Анасы, мен сізді ешқашан еш жерде жалғыз қалдырмаймын, уәде беремін деп мамасына, мен сіздің жаныңызда боламын деп уәдесін беретін болады. Афет ханым мен Ахат мырзада өткенді қазбалап біраз әңгіме айтып отырады. Бірақ бұны қазбалағанмен ешқандай жағдай өзгермейтінін түсінеді. Сол уақытта больницаға Махир келеді. Жанфиза оған келе салып, не үшін келдің? Мен осы жаман жағдайымды, жауыңның өлгенін көргің келе ме деп ұрсып бастайды. Оған Махир, жоқ, мен сенің жағдайыңды білуге келдім дейді. Менің жағдайым, мен өлдім, соны көргің келді ма? Кет деп оны қуа бастайды. Және Сәлиммен некенің болып тұрғанын сен көріп тұрып ештеңе жасай алмадың дейді. Бірақ ол Сәлиммен неке жалған болған, ол жай операция деп оны таңғалдырады. Сонда Жанфиза ол некенің жалған екенін еститін болады. Жанфиза болса, мен саған сенгем, ал сен менің ешқандай сенімімді ақтамадың. Бұл больницаға енді келуші болма, маған да келуші болма деп қолындағы сақинасын шешіп беретін болады. Махир айналып кетіп қалады. Жанфиза больницада жүріп, өзінің құрбысымен ашық сөйлесе бастайды. Ол ішіндегі барлық мұңын айтады. Барлығын қалпына келтірем дейді ғой, қайдан келтіреді деп Махир туралы айта бастайды. Бірақ оны жек көрем деп, бірақ мен оны жақсы көрем деп іштей жақсы көретінін айтады. Ол мені қалай сүйеді, менің әкем оның әкесін өлтірген екен. Ол күнә жасаған адамның, өзінің жек көретін адамның қызын қалай сүйеді деп жылай бастайды. Сол уақытта әжесі келіп, және ол бар мұңын әжесіне айтады. Әже, мен барлығын шатасып кетті, мен не істеймін деп әжесімен сөйлесе бастайды. Ал Махир осы уақытта өзі жалғыздан қалып өткенді есіне алады. Ол Жанфизамен болған барлық сәтті есіне түсіріп, көз алдына келтіреді. Онымен бірге өткен барлық күнді, түнді есіне алып
оңаша қалады. Барлығын есіне түсіріп болып Мехмет әкесінің басына келеді. Ол әкесіне айтады, мен сіздің басыңызға барлығынан кек алып барып бірақ келемін деп ойлап едім, бірақ мен қолымнан ештеңе келмеді деп кешірім сұрайды. Не үшін? Себебі менің жақсы көретін қызым сені өлтірген Кюршаттың қызы болып шықты деп мойындайды. Және жағдайдың шиеленіскені туралы әкесіне баяндайды. Осы сәтте Сыла өзіне өзі қол салып, қан төгілу керек болса менің ақ қаным төгілсін деп өз-өзіне қол салады. Және сол уақытта Сыланың өзіне қол жұмсағанын естіп, дереу больницаға жүгіреді. Жанфизаның әкесінің операциясы өте ұзақ және сәтті өткенін хабарлап дәрігер шығады. Және оның әлі де көп операциядан өтетінін хабарлайды. Бірақ ары қарай ең жақсы деген докторлардың тапқанын және оны Салимнің тапқанын баяндайды. Салимнің әкесі үшін барлық жағдайын жасағанын естіп, осы 8-ші бөлім осымен аяқталады.